Айтыс – песенное состязание, один из видов устного народного творчества, который широко распространен у казахского народа. Проходит и в настоящее время. Во время айтыса участники выступают поочередно, экспромтом слагая стихи, обычно четверостишие. Побеждает тот, кто полнее раскроет тему айтыса, быстрее и содержательнее сложит стихи. В этом айтысе нет побежденного и победителя, так как и у девушки, и у парня несчастная, неразделенная любовь вынуждены жить с нелюбимыми. Жамбыл затрагивает тему судьбы казахских девушек той поры, выступает против феодального уклада, а девушка о своем бесправии, о жизни с нелюбимым. Ал Жамбыл бастап айтысынды. Әдейі ат терлетіп келдім тойға, ай күміс әуелден ат жүрсің ойда. Әуірі басылмаған албырт едім, асығыс айтқаным ау кінә қойма. Ей деген әй! Ай күміс асықпауға шара барма, жасшылық ұрындыр дау талай жарға. Сен үшін жатсам тұрсам арманым көп, жем болып кетер ме деп жамандарға. Ей деген әй! Дегенмен аптығып, амандаспай ау, үйреніп епсің әдепті, Жамбыл жастай ау. Арсыдағы асылыға қол жетпей ме ой, қимылдасың ақылмен, аспай саспай ай. Ей деген әй! Менде шіркін білеме өз қатесін ой, есеріміне кезіп, сенде жүрсің оу. Жат жұртыққа жаралған ұрғашымыз ай, өкініп еші жарқыным, сен мен үшін ай. Ой жайлайсың! Жалғанда сорлы екен қыз бен жігіт, жүрмеген бірге ойнап, бірге күліп. Арыны басылмаған арсыз көңіл, тағы да етіп отыр сізден үміт. Ей деген әй! Өкінесің Жамбыл ау, неге сонша қыз біткенді құтқарып қалған жанша. Қаршығаңнан қолдағы неге айрылдың оу, дүниенің тұтқасы сенде болсын. Ей жарайсың әй! Ай күміс амалым жоқ қош ендеше, кетерік сыр білдірмей жат пендеше. Атыңды ақ жүзіңді ұмытпаспын, кеудемнен қашан менің от сөнгенше. Атыңды ақ жүзіңді ұмытпаспын, кеудемнен қашан менің от сөнгенше. Ой жарайсың! Вот так, с песнями, с айтысами, со спортивными состязаниями, играми проходили веселья той казахской степи.